7 бөлім. Сен анық білдің бе? Алетанның қоршының бізге қосылғысы келетін рас па екен? Иә, рас. Алетанның бізге қосылуын түсінуге болады. Бірақ қоршы Жамұқаның туысы емес пе? Және оны мақтан тұтатынын да білем. Сонда ол Жамұқаны тастап бізге қалай қосылады? Бұл да бір айла болып жүрмесін. Жарайды, бірге барайық. Көреміз. Өтінемін. Тыңдаңдар мені. Өзіме құлақ салыңдар. Сендер ағайынды екеуің айран асыр болып отырған шығарсыңдар. Жамұқаның ең жақын туысы неғып аяғысынан бізге қосыла қалды деп. Менің ата-бабаларым мен Жамұқаның ата-бабалары бір анадан туғанмен рулары бөлек болатын. Мен алтын әулетіненмін. Сондықтан да алтын әулетіне қызмет етуге тиісімін. Бірақ әрине, бұл менің Жамұқадан кетуімнің басты себебі емес. Жамұқадан кетуіме себеп болған ең басты нәрсе, кеше түнде түсімде әулиелер аян берді. Әулиелер аян берді. Түсімде. Түсіңде не көрдің? Түсімде бір сары сиыр көрдім. Ол Жамұқаны айналып шықпай қойды. Сонан соң оның доңғалақты киіз үйін мүйізімен сүзе бастады. Енді ол Жамұқаның өзін сүзгісі келіп ұмтылды. Сонан соң не болды? Жамұқа жалт бұрылып үлгерді. Сол кезде әлгі сиыр бар пәрменімен алдындағы ағашқа барып соқты. Әлгі сиырдың бір мүйізі сынып, тек бір ғана мүйізбен қалды. Сол кезде әлгі сиыр шорт бұрылып, бар даусымен өкіріп, айналасына тұяғымен топырақ шашты. Бір кезде әлгі сиыр адамша сөйлеп Жамұқаға: "Менің мүйізімді бер деп айғайлады." Сонан соң ол Жамұқаны доңғалақты киіз үйімен бірге көтеріп алып, Темучиннің соңынан ерді. Сонан әлгі сиыр теп-тегіс жолмен зулап келеді, өкіріп келеді. Зулап келеді, өкіріп келеді. Зулап келеді. Мен дегенмен бұл түстің мәнісін түсіне алмадым. Бұл саған көк тәңірісінен берілген белгі. Сен мемлекет билейсің. Ал сол сиырдың төбесіне көтеріп келе жатқаны мемлекет. Көп ұзамай Алтын Орда өзінің бір кездегі атақ даңқына ие болады. Осы тұс арқылы әулиелер маған аян беріп отыр. Және осыны айту үшін мені саған жіберіп отыр. Темучин, күнертең сен ұлы әмірші болған кезінде осындай қуанышты хабарды ең бірінші болып жеткізген маған қандай сый-сияпат көрсетер едің? Айтшы. Ол уақытта мен 10 мың түтінді сенің қарамағыңа берген болар едім. 10 мың түтін бұл бір Қытай кінәздігімен пара-пар ғой. Ризамысың, Қоржы? 10 мың түтіннен өзге сен менің ақыл кеңесімді де тыңдап отыруға тиіссің. Жарайды. Оның үстіне маған өзім таңдаған 30 сұлуға үйленуге рұқсат ет деп сұрар едім. 30 әйел алмақпысың? Сен нағыз айғырдың өзі болдың ғой. 30 көп емес. Қытай императорының 72 әйел бар. Көрсеткен құрметіңе ризамын, Сардар. Осы арада отырған ру басыларының бәрі де ұлы әміршінің осы берген уәдесіне куә. Мен өз қалағанымды алдым. Ал енді сен өзіңнің берген уәдеңе тұруың керек. Және менің ең алғаш кеңесім тыңда. Сен Моңғол тайпасының ханы болуға тиіссің. Темучин, Қоршы дұрыс айтады. Аға, сен хан болуға тиіссіз. Иә, аға, сен хан болуға тиіссің. Аға. Аға, неге үндемейсіз? Темучин, ойлап көрдің бе? Біздің Моңғолдың өз ханы болу керек. Тек сонда ғана елге сөзіңді өткізіп, Моңғолдың барлық руындағыларды бір тудың астына топтастыруға, бізді басынған жау атаулыға төтеп беріп күш-қуатқа ие болуға болады. Бір рулы елге хан болу үшін әрбір әулеттің сардарларының бас қосқан жиынында ақылдасу қажет. Мұны олармен бірлесіп ортақ мәмілеге келгенде ғана шешуге болады. Өздерің ойлап көріңдер. Дәл қазір олар маған хан болу жолын бере қояр ма екен? Сен мен хандық орынға таласа алатындар кіші әкең Дәритай. Отала ханның ұрпағы Алтын. Екінші әкеңнің ұлы Құсар. Одан қалса Қабыл ханның үлкен ұлының ұрпағы Олбар ханның ұлы Шешебекей ғана. Қане, талдап көрелі. Осының ішінде сенің екі кіші әкең мен немере ағаңның. Біріншіден, соғыста сіңірген еңбек жоқ. Екіншіден, кезінде олар сендерді тастап кеткен.
Олар сенімен бәсекелеспейді. Сонда сенімен хандық орынға таласаларлық қуаты бар, әлі атағы шықпаған жүргендік. Шешебекей ғана. Ондай топас неме хан болуға лайық болып па? Егер ол хан болса, бізді бастап жыл құрлауға аттанады. Сендер оған топас деп қарағандарыңмен. Ол өзін бірден бір хан болуға лайықты адамын деп есептейді. Әйтпесе ол, бұдан біраз жыл бұрын бізден де Тарқұтайдың да бөлініп, өз алдына би бола ма? Дәл солай. Шешебекей біздің ең басты қарсыласымыз. Менің ойымша, 4-ші әкелерің Дәритай Темучиннің хан болуын қолдау тиіс. Сондай-ақ, немере ағаларың Құсар алдымен сенің әміріңе бағынам деп ант іштің. Сонда алтын ашық қарсы шыға алмайды да, Шешебекей жалғыз қалады. Онымен үн өшеді. Оны қысыммен көндіру керек деген жарамды ақыл. Жарайды, темірді қызған кезінде соғып дереу іске кірісу керек. Бұл істі мықтап ойласу керек. Шешем кіші әкем Дәритаймен, немере ағам Құсармен сөйлессін. Екі мырза, бұйымдарыңызды айтыңыздар. О, менгілікпен жошыр екен ғой. Есенсіңдер ме ек туыс? Жамыққа сардар, мына ұржын зарқы жолшы өтіп бара жатып қымыз ауыз тиейін деп келген бе? Жоқ. Ағасы өліп қалған Есугейдің қойған лақабатын қайталамаңыз. Мен де сіздер сияқты Жамұқа сардардың қызметінде болайын деп келдім. Бұдан кейін біз әрқашан қымызды бірге ішуімізге болады. Ей, бұдан кейін не тұрыс? Қане, қайта бас қосқанымыз үшін қымыз ішейік. Қажет жоқ, Жамұқа. Темучин сенің досың. Тарғұтай Темучиннің жауы. Ол сенің де жауың болуға тиіс. Сен мына қаңғырған итті неге қабылдап отырсың? Әлде Темучин екеуіңнің тәңір алдында 3 рет ант ішкендеріңді ұмытып қалдың ба? Ішкен антты ұмытып кеткен мен емес. Темучин. Мен 40 000 бірлескен қолды ұйымдастырып, оның кегін алып беріп, қатын өз қолына табыс еттім. Сөйткен Темучин маған қош айтпастан кетіп қалған несі? Менен бөлініп кеткен алтын мен қоршыны және 1000-нан артық елді қабылдап алғаны қалай? Қалай түсінуге болады? Оның қош айтпай кетуінде айтуға аузы бармайтын себеп болғандығы сөзсіз. Бірақ бұл одақтасудың безгендігі емес. Ал алтын мен қоршын Темучинмен бірге мал бағуға кету өз ықтиярымен болғанысы. Саған опасыздық жасағандық емес. Жетер енді. Менің қылышым ешқашан үйге келген қонақты шапқан емес. Әлде сендер де Темучиннің қарамағына өтпексіңдер ме? Жамұқа сардар. Меніңше мына екеуі қолға үйренбейтін ит. Ертеме кешпе Темучин жаққа қашып кетеді. Бір 1184 жыл Темучин 22 жасқа шықты. Біздің Моңғол тайпасында Хотолы хан қайтыс болғаннан кейін хандықтақ 30 жылдан бері бос тұр. Аракеш арада да патша бар. Тырнекеш Тырнада да жолбасшы болады. Моңғол тайпасында хан болмаса не болады? Бүгін барлық ру басыларының басын қосудағы мақсат Моңғол тайпасын көркейту сынды игілікті істі көздеп, өзара кеңесіп ортамыздан хан сайлау. Ата-бабаларымыз ел санатына қосылғаннан бері, әр дәуірдің ханы сол әулеттің бетке ұстар лайықты ұрпағынан таңдалып келеді. Ал бүгінгі таңда Сахарадан шыққан саңлақтар қырқысып бас-басына би болып Моңғол тайпасы торғайдай тозып дәрменсіз күйге түсті. Сөйтіп біз ержүректе табанды, парасатты да тапқыр басшыға зәру болып қалдық. Енді оны таптық, ол Темучин, ол алтын әулеттің нағыз ұрпағы әрі Есугей батырдың үлкен ұлы. Хан болса сол болсын. Темучиннің хан болуын қалаймыз. Дұрыс, Темучиннің хан болуын қалаймыз. Дәритай менің 4-ші кіші әкем. Алтын Хоталы ханның ұрпағы. Құсар аға 2-ші кіші әкемнің үлкен ұлы. Шешебеке аға Қабыл ханның үлкен ұлының баласы. Мен Темучин оларға қарағанда әлі жасырақпын. Мынадай ауыр міндет арқалау маған қиын болар. Байқасам Темучин бізден сезіктенетін сияқты. Біз тәңір алдында ант ішеміз. Мен де тәңір алдында ант ішем. Алтын, сен ше? Мен де Темучиннің хан болуын қуаттаймын деп ант ішем. Сен неменеге мелшиіп отырсың? Ант ішеміз. Жүр.
Мен Темучиннің хан болуын тілеймін. Мен Темучиннің хан болуын тілеймін. Мен қан майданда Темучинге жол ашам. Мен қан майданда Темучинге жол ашам. Тұтқынға түскен аруды, сәулетті үйді, саңлақ тұлпарды алдымен ханымыз Темучинге тарту етіп ұсынам. Тұтқынға түскен аруды, сәулетті үйді, саңлақ тұлпарды алдымен ханымыз Темучинге тарту етіп ұсынамыз. Соғыс кезінде ханның жарлығына қайшы келсек, хан біздің қатын баламызды қаңғыртып, мал мүлкімізді тәркілеп, басымызды иен далаға апарып тастасын. Бейбіт кезде ханның әміріне бағынбасақ, хан біздің руымыздағыларды өзіне қаратып, әйелдерімізді тартып алып, елімізді иесіз тастасын. Тәңір алдында ант беруші құсар. Ант беруші Даритай. Ант беруші алтын. Шешебекей. Ханеке таққа отырыңыз. Біз Темучинді хан көтердік. Қуаяқ Темучин. Бұл сені тайдыру үшін құрылған тұзақ екені айдан анық. Осының бәрі Даритайдан шықты. Темучинді хандыққа ұсынған Даритай. Темучин өп-өтірік бас тартқан шығар. Темучин Шешебекейді Қабылханның ұрпағы деп айтуын айтты. Соңынан құсар бастап көпшілікті Темучиннің хан болуын қуаттауғын деді. Құсарың кім еді? Ол Темучиннің екінші әкесінің ұлы ма? Бұл олардың алдын ала жасаған жоспар екендігі беп белгілі. Олар біздің жүргіндіктерді көзге ілмей, шын мәнде Шешебекейге тән хандық орынды ұялмай өздері иеленіп алды. Шеше, енді біз не істейміз? Темучиннен ірге бөлеміз бе? Болмайды. Моңғол тайпасынан кетсең, кімге хан боласың? Онда Темучиннің айтқанына көріп, айдағанына жүре береміз бе? Асықпа. Аңның қарасы көрінбей жатып садақ тартпа. Алдымен асықпай қоршауға алып, жақындап бір тал жебемен жайрататын жерге келгенде барып, бірден шабуылда. Асықпай күте тұр. Әлі ондай орай туады. Немене? Темучин өзін хан деп жариялап па? Жамы қосардар. Бұл айнаға тез анық хабар. Аға, ол рулы елдің жұртында қалып, күн көрісі 9 ғана құла жылқыға қарап қалған кезінде, Моңғол тайпасының бар билігі біздің жүргіндіктердің қолында болып еді. Сен 40 мың бірлескен қолды бастап, меркіттерді жеңіп, бөртені қайта тартып әкеліп, тоз-тоз болып кеткен елді жинап алуына көмектесіп едің. Енді оның қанат құйрығы жетіліп, бізге қош айтпастан зытып берді. Бір ауыз жақсы сөз жоқ, өзін хан деп жариялапты. Ол бізді көзге ілді ме? Мұнысы жақсылыққа жамандық істегендік. Жамқа сардар, Темучиннің хан болғаны хабарлауға шыққан елшілері Керей Тұғырлы ханның еліне шығып, Жажырақ тайпасына келіп жатыр. Тұғырлы хан қандай пейіл көрсетті? Тұғырлы хан қуана құптап Темучинді қолдайтындығын білдіріпті. Алжыған қақпас. Бәлкім кәрі ханның әккі құлғы болар. Жамқа сардар, Тұғырлы хан әсілі моңғол емес. Оған моңғолға кім хан болса да бәрібір. Әрі ол Есугейдің досы. Жамқа сардар, сіз Темучиннің әзәзіл құлғына қол соғып, қостаушысы болмассыз. Тарғытай, сен бір кезде өлтірмек болып өлтіре алмаған Темучинді енді Жамұқа сардардың қолымен жаратпақшымысың? Сен де Есугейдің досы болатынсың. Сен өзін не деп тұрсың? Темучиннен мен сенімен бірге бөлінгем. Сен өз алдыңа би болғанда мен руластарымды бастап Жамұқа сардарға келіп қосылдым. Біздің ондаған жылдардан бергі достығымызды сенің осы әзәзіл сөзің бұзала ма? Жамұқа сардар, оның араға ірткі салған сөзін тыңдай көрме. Әрегеннің аузынан шерген сөз шығады. Моңғолдар өзара соғысқа емес, бір тұтастыққа мұқтаж. Әйтпесе қайта тебіндеп келе жатқан татарлар, меркіттің қалдықтары, әсіресе 3 жылда бір келіп, бізге қырғын салып кететін алтын патшалығы. Біз өзара қырқысып жатқанда тұқымымызды тұздай құртады. Біліп қойыңыздар. Таласты қойыңдар. Өзімнің досым Темучиннің елшілерімен кездесем. Жеткізіңдер әмірімді, сапқа тізіңдер. Аға, Сөзімді естімей тұрмысың? мархабат.
Моңғол тайпасының ақсүйектері мен рубасылары өзара кеңесіп, Темучинді Моңғол тайпасына хан етіп сайлады. Осыны Жажырат тайпасына хабарлап тұрмын. Жамұқ ағамыздың оны қуаттауын қалаймын және одақтастарша қолдауынан үміт етемін. Менің досым Темучин жөнінде басқаша сөзім жоқ. Тек менің мына бірнеше ауыз сөзімді құсар мен алтын және Дәритайға жеткізулеріңізді өтінемін. Олар Темучиннің ағасы және әкесінің орында бола тұра. Қош қарғысап Темучин досым екеумізді кезек сүзіп, арамызға негерткі салады. Айтыңдаршы. Ау, мұндай іс болған мен неге білмегем? Болған. Сенің ағаң екеуміз бір-бірімізден бөлінбей тұрған кезімізде. Олар неге Темучинді хан болуға ұсынбаған? Ал қазір Темучинді хан қып сайлаудағы көздеген мақсаттары не? Мен оларға сіздің осы өкпеңізді ғана жеткізіп барам ба? Жоқ. Мен олардан алдағы уақытта өз серіктеріне опа қылып, менің досым Темучиннің көңілін алаң етпейді деп үміт ететінімді айта бар. Ендігәрі қырық құбылмасын. Киімді жаға болатын сияқты тайпада да хан болады. Олар ендігі жерде жағаларыңды жырта көрмесін. Бұған алаң болмаңыз. Інілері біздің және сіз сияқты досының қолдауы бар да, ешкімнің де жағамызды жыртуына жол бермейміз. Жарайды. Ендеше жақсы досымның жіберген елшілері біздің Жажырат тайпасының бал татыған сарығымызынан ауыз тейіңіздер, отырыңыздар. Қане, мұнағымызды, менің досымды Моңғол тайпасының мұрагер ханын құттықтау үшін ішіңіздер. Солай, біздің моңғолдар бірден бір сардарға ие болды. Бұдан кейін моңғол атаулы оның әміріне бойұсынуы керек. Біздің Жажырат тайпасы да соның ішінде ме? Мұны Темучиннің үш елшісінен сұраған жөн. Жамұқа сардар, осындай тамаша қонағасына ит қалай кіріп кеткен? Кімді айтып тұрсың, ей? Кім болушы еді? Әлгінде ғана Шәуілді көрді ғой. Ей, әдепсіз. Жөн бойынша сен мені аға деуің керек. Жамұқа сардар, әлгінде бізге дөрекі сөйлеген адам кім? Мен Тарғұтаймын. О, Есугей сардар тірі кезінде Оржын Зарқы деп ат қойған әрі топас, әрі ашкөз сұмбай сен бедің. Сен? Сен сиқың осы екен ғой. Үлкен адамды сыйламай мекен? Сен бүкіл үйшімізді мерт қыла жаздағансың, үлкендіктен садаға кет. Жабозыңды, шаңырақ қарап сөйле. Бұл Жамұқа ағамның ордасы. Елдестірмек үшін келген досымсың. Кімде-кім әдепсіз сөз сөйлесе, мен оны досым деп санамаймын. Біліп қойыңдар. Қане, келдер, қымыз жейік. Үлкен кісілердің айтқаны жөн сөз. Біз бұнда жаңа ханымыздың абзал досы Жамұқа сардармен кездесуге келдік. Жамұқа сардар бізді осынша қызу ықыласпен балдай қымыз беріп сыйлап отыр. Ендеше оның осы ниетін ақтамасақ болмай ма? Қанеке, алайық. Мына қымыз расында жақсы екен. Қараңдар, Жамұқа сардар ішпей жатып қызып қалды. Ол өзі қандай дос? Біздің көзіміз жоймақ болған Тарғұтайды қабылдаған несі? Меніңше ерте ме кеш пе Жамұқамен бір айқаспай қоймаймыз. Соғыстық. Жабозыңды. Өзі де солай ғой. 4-ші қайным. 5-ші қайным, сендер ханның інілерсіңдер. Қандай істі де ойланып алып істеңдер. Қазір бізде 10-20 мың бұқара болғанымен меркіттер толық жойылып болған жоқ. Тоқтабек пен оның ұлы бытырап кеткен елін маңына жиып қайта кек алудың орайын күтуде. Алтын елінің қолдауына арқа сүйеген татарлар олардан да күшті жау. Бізге өлердей өшіккендай шығыттар. Жамұқа мен жолбарша жұлысқанымызды көргісі келіп, өмеше көзілгелі отыр. Сондықтан да Жамұқа жақсы дос болмаған күнде де қас дұшпан болмауға тиіс. Темучин, сен не дейсің? Мейлі, не десек те Жамұқа бізге ең қиын қыстау кезеңдерде сүйеніш болған еді. Сондықтан оның бұл жақсылығын біз ұмытпауға тиіспіз. Әрине, оның біздің тайпамызды гүлдендіру үстінде одақтас болуын тілеймін.
Жауым айналуын ешқашанда тілемеймін. Егер күндердің күнінде онымен семсер үстінде кездессем, оған шабуыл кезегін алдымен беруге пейілмін. Хасар, сенің ойың қалай? Мен де ағам сияқты ойлағандығымнан Жамұқаның үйінде отырғанда онымен қақтығыспадым. Апа, сіздің ойыңыз қалай? Темучин, сен хан болдың. Қандай ақылға келгеніңді өзің айт. Мақұл, апа. Ендеше тыңдаңдар. Шажырат тайпасы, Керей тайпасы сияқты біздің моңғол тайпасының одақтасы. Оларға төзімділік істеуіміз арамызда түсінбес туынан сақтануымыз керек. Біз бәрінде енді ғана құрып жатырмыз. Маған керегі соғыс емес, керегі тайпамыздың баюы, 4 түлік малымыздың өсіп-өнуі. Ханның әміріне кетпейміз. Темучиннің моңғол тайпасына хан болуы Сахара саңлағының даңқы туралы салтанатты дастанның жаңа бетін ашты. Сондай-ақ ол шымыштырық күрмеуі қиын қайшылықтарды да ала келді. Бұл сыртқы жауларының өзара топтасуын жеделдетіп қана қоймай, тайпа ішіндегі ақсүйектердің қожырап ыдырауына барып соқты. Ана келе жатқандар кім? Жажырат тайпасының адамдар сияқты. Онда тез кетейік, жүр. Ей, тездетіңдер. Анайда бара жатқан жылқылар кімдікі? Сұраудың қажеті жоқ, Темучиннің жылқылары. Мұнымыз жөн болды. Тыныш жүрген дұрыс. Ол деген моңғол тайпасының ханы ғой. Немене? Күйек байлағанның бәрі қошқар бола берем екен? Мұның жөні бір басқа. Тегінде оларда мұнша көп жылқы жоқ еді. Жүрген әулетіне шыққан жылқы ұрыларын өзіне қосып алған соң, жылқысы күннен күнге көбейіп барады екен. Айтпат деме, осы жылқының ішінде Жажырат тайпасында жылқысы да болуы ғажап емес. Жүріңдер барып көрейік. Жа. Қоя ғой. Одан сенің ағаң Жамұқа Сардар да сезгеніп қалған. Тоқтаңдар, ей! Өліміз деген тағы бірнешеуі келе жатыр. Тоқтаңдар. Сен Тайсары Сардармысың? Өзің кімсің? Мен Темучин хан тағайындаған ел басқарушы Зелмемін. Сені ағаңның алтын шаңырақты ордасында көргенмін. Тайсары Сардар қателескен боларсың. Мұны алып бара жатқандарың біздің тайпаның жылқысы. Кешіргейсің. Ол Бүржіген руының жылқысы. Солай ма? Темірші шалғышыны отқа өз қақтайды дегендей, мұна қалжың шектен шығыңқырап кеткен жоқ па? Менің шынында да қалжыңдасқым келіп тұр. Ал, Темучин тағайындаған мұна ел басқарушының басын шауып тастаңдар. Сонда қайтер екен? Тайсары, сенің ағаң Темучинмен 3 рет септескен дос. Мұна бірнеше қылғы үйрікқа бола арамыздағы татулыққа нұқсан келтірмейік. Одан да жылқыларды қайтарып бер. Басаман тұрғанда алдыдағы етті жеу, бас жерге домалап, балшық қапқаннан әлде қайда абзал. Өз басын жерге домалатып, балшық қаптырайын деп тұрмын. Тайсары, сенің мінезің неғып тарпанға тартып кеткен? Тайсары, Темучин хан бізге жашыраттармен жолға қалсаңдар, олар 3 рет семсер сермегенге дейін тиіспеңдер деген. Ендеше, осы жолы шапқанда басын кетеді. Жетер енді, Тайсары. Жылқыларды қайтарып берді. Қылыштасуға қайта барып машықтан. Әкеңнің... Қашыңдар, тез.
Жамықа сардар. Мынау біздің дәйшіғі тұруының сардарын аяқы. Бір өзі үш өгіз жеккен арбаны сүйреп кетеді. Сондай күшті ме? Қане, ендеше көрейік. Наяқы, баста! Ой, бәрекелді. Жарайсың. Ой, бәрекелді, ер екен. Бәрекелді. Тарт. Тарт. Мықты екен. Жарайсың. Жарайды, тамаша. Расында. Ей, мынауың кім бол? Оның аты Жырғын Хадай, Асқан Мерген. Мерген? Садаға тұл Сахарада екінің бірінің қолынан келеді. Сонда оның ерекше бірдеңесі бар ма екен? Жамықа сардар, оны қазір көресіз. Кел бері. Мына ағаш аяқ төбеңе қойда, бұлай қарай жүр. Тоқта. Ей, Мерген, сен мына ағаш аяқты атпақпысың? Солай. Ой, бәрекелді. Тамаша. Арғытай аға, қол астыңда мынадай өнерлі адамдар тұрғанда Сахараны билеп, моңғолдарды көркете алмаймын ба деп несіне қамығасың? Жамықа сардар, менің жасым жер ортадан өтті. Ал сенің жалындаған жас кезің. Менің тілегім сенің моңғолды бірлікке келтіруіңе қолғанат болу. Жамықа сардар. Жамықа сардар. Жамықа сардар. Не болып қалды? Тайсар сардар қаза болды. Не дейсің? Бауырым. Бауырым. Оған не болды? Біз өз жерімізде жылқы бағып жүргенбіз. Содан Темучин өзінің ел басшысы Зелмен жіберіп жылқымызды айдап әкетіп, 4 жылқышымызды өлтірді. Ақырында Тайсары сардарды өлтіріп кетті. Бауырым. Тайсары. Жамықа сардар. Мынадай кекті алмауға бола ма? Менің зығырдарым қайнап тұр. Иә. Мен енді Темучинмен жауласқандармен бірлесіп, оның көзін құртам. Оны өлтірем. Өлтірем. Жарайды. Темучин, күліп қарап отырамысың? Барып Шағатайды ажыратып жібер. Оның ыза болған көрмедің бе? Қанаке, сен қабат нетпедің? Ананы қараш, Қанаке. Шағатай, есіңде болсын. Біреу келіп мені қорғайды деп демеленбе. Біреу келіп әділін айтады деп жалынба. Өз күшіңе сүйеніп тіршілік еткенде ғана нағыз моңғол саналасың. Ұқтың ба? Қане. Бара ғой. Хан Алдияр, пәле болды. Не болды? Зелмені жүргін тайпасының адамдары ұстап әкетті. Жамұқаның інісі Тайсарын өлтірген сен бе? Солай ма? Менің әлгінде өлтіргенім Жамұқаның інісі ме екен?
Мен оны жөн-жосықты білмейтін жылқы ұрлаушым екен деп қалыппын. Сен өзіңнің қандай пәле ұрынғаныңды білесің бе? Білмеймін. Менің білетінім, біздің жылқымызды кім көрінген бет алды айдап әкетуге. Біздің адамдарымызды кім көрінген өлтіре беруге болмайтынды ғана. Ол деген Жамұқаның інісі. Сен оны өлтірдің. Ол біз бен жажырат арасында соғыс болады деген сөз. Сеніңше ол жажырат тайпасыныкі болғандықтан. Бізден жылқы алам десе жылқымызды беруіміз. Адамды өлтірем десе, бет алды өлтіре беруіне жол беруіміз керек пе? Ойымды рас білгің келе ме? Білгім келгенде қандай? Пәлені бастаған мына сені Жамұқаға өз білгеніңді істелеп, өз қолымен тапсырмақпын. Мына сөзіңе қарағанда сен де жажыраттық сияқтысың ғой. Сөйткенде ғана соғыстың алдын алуға болады. Сардар, бұл істі Темучин хан бір жақты етсін. Не? Менде осы қолды да бір жақты ету құқығы жоқ па? Келдер, мынаны байлап тастаңдар. Тарт қолдарыңда. Болмайды. Сендер менің қолымды байлап тастасаңдар, қарсыласқанда қылышты немен суырамын. Темучин келді. Бел онда, сені Темучинге өлтіртем. Темучин, сенің мына сарбазың бізді үлкен пәлеге қалдырды. Естідім. Қазір оны Жамұқаға тапсырып бергенде ғана тұтанған өрттің алдын алуға болады. Біз елмен Жамұқаға тапсырсақ, ол шабуыл жасамайды ғой солай ма? Ол екіталай, мына сұмпайын өлтірген Жамұқаның інісі екен. Зелмені оның қолына берген күнде де, оның шабуыл жасамауы екіталай болса, онда бостан босқа Зелмені неге оның қолына береміз? Дәл солай. Менің ойлағанды осы есеп. Жап аузыңды. Айттым ғой. Төзімді болыңдар, ұстамды болыңдар, қару жұмсамаңдар деп. Ал мына қылығың не? Қанеке, сіз мені тайпамызға апат әкелгенім себепті өлтіруіңізге болады. Бірақ мен бұны руластарымызбен жылқымызды қорғау үшін істедім. Аула қара. Темучин, сен қол астындағыларды осылай қорғаштаймысың? Маған ілескен моңғол атаулыны осылай қорғаштаймын. Сен бізді соғысқа, бәріміз құрып кететін соғысқа салғалы тұрсың. Солай. Бірақ менің сеніме соғысу ойым жоқ. Мен бұл дүниеге келгелі Сахарадағы соғыста бастаған жоқ. Сақтанғым ақ келеді. Сақтануға болмаса соғыспауға менің де амалым жоқ. Біз кеттік. Ол өзінің ант ішкенін ұмытып қалған сияқты. Келем дегендер келіп көрсін. Кіні. Құрметті сардарлар, маған көмекке келгендеріңізге көп рахмет. Тарғұтай аға, Таян хан, сіздер Темучин Сахарада қоралы қойға шабатын қасқыр екенін, егер оны ертерек құртпаса осы отырған бәріміз үшін айықпас апат екенін білесіздер. Егер оны білмесек, біздің Найман тайпасы мұнда келмес еді. Жамұқа сардар, енді соғыс жайлы айтпайсың ба? Таян хан ашық жарқын жан екенсіз. Онда мен өз ойымды айтайын. Осы жолғы шайқасқа бізден 13 жақтан жиыны 30 мың сарбаз қатынасады. Сан жағынан біз басым. Қарсы жақ аз. Бұл біз үшін ерекше тиімді. Бірақ бұл соғыста сөз жоқ, ешқандай сыбыс шығармай, Темучинге ойда жоқта шабуыл жасауымыз керек. Мынау Темучиннің қонысы Дала Немурға. Біздің сарбаздар оны 13 бағыттан қоршауға алып, Темучинді мына қысанға, қойды қораға қамағандай қамап аламыз да, шетінен қыра береміз. Сөйтіп, уақыты келгенде, біз бір жүгіндіктерді бірде-бірін қалдырмай, түгелді жоямыз. Нақтылы орналастыру мынадай. Дәйшығұт тайпасы бірінші қанат, біздің жажырат тайпасы екінші қанат, Найман тайпасы үшінші қанат болады. Бір 1191 жылы көктемде Жамұқа 13 рудан ұйымдасқан бірлескен қосымен Дала Немургтегі Темучинге шабуыл жасады. Міне, бұл тарихтағы әйгілі 13 бағыттан жасалған шабуыл деп аталды. Аға, Менгілік ағайдың 4-ші жылы көкши соғыс жайлы шұғыл хабар әкеліпті. Әлеке, Қане, айта бер. Не хабарың бар? Жамұқаның 30 мың қолы 13 бағыттан сіздерге білдірмей төніп келе жатыр. Сен сол қоршаудан қалай өттің? Қалай?
Мен 5 жасымда әйгілі шаманға шәкірт болғам. Ал қазір аспандағы әулиемен тілдесетін бақсы болдым. Оның үстіне әкем Меңгілік пен Жошыр ағайдың қоныстары арқылы өткендіктен ешқандай кедергі жолыққаным жоқ. Рахмет. Әкеңе де рахмет. Панеке, әкем маған кезінде Есугей атамыздың панасында ер жеткендігім себептен осылай істедім деді. Сендердің және Жошырдың қонысы қазір қайда? Әкем мен Жошырдың адамдары қазір оның өзенінде. Жақсы. Борша, көкші бауырымызды қоныстап шығарып қой. Мақұл. Ханаға, енді қайтеміз. Мына Жамұқа 6 жылдың ішінде көп рет арандату жүргізді. Ал осы жолы 13 румен бірлесіп бізді жұтып жібермек екен ғой. Енді оларға біздің інде жатқан шыққан емес, Сахараның ноян екенімізді бір көрсетейік. Соғысамыз. Соғысамыз. Соғысамыз, Темучин. Жажыраттар сенің әлгі жақсы досың бізге соғыс бастады. Мен саған Жамұқаны шамдандырма деп едім. Ақылымды алмадың, оның үстіне қол астындағыларды қорғаймын деп едің. Ал енді соның орайы келді. Қорғашты кәне. Жауды көпірме сөзбен жеңуге болатын болса. Кәне. Енді айымын. Онда ел қолына қылыш алып не қылады? Темучин хан, меніңше олармен соғыспаған жөн. Не үшін? Жажырат, Дейшғот, Найман бәрде күшті тайпа. Ал біздің жақтағы рулар мен ақсүйектердің жағдайы белгілі. Бұл соғыста жеңіске жету мүмкін емес. Ханаға. Мен кезінде Жамұқадан жақсылық көргем. Онымен соғысқым келмейді деген едім. Бұл жолы соғысқым келмесе де соғысам. Өйткені соғыспай жатып шегіну, яғни Меңгілік пен Жошыр ағаларымыздың қонысы арқылы шегіну, оларды сатып кеткенмен бірдей. Сондықтан соғыса отырып шегінеміз. Зерме, қосын жина. Антыл! Өлкеге қарай шегініңдер. Жолын тос! Тосқауылшы жасағаттанып, жауға бір бүйірден тисін. Тосқауылшы жасақ наймандар бөгіп тастады. Шегіңдер, тез!
Қашыңдар! Тездетіңдер! Болыңдар! Темучин шабуылға өтті. Қашыңдар! Жетінші бөлімнің соңы.